менің гүлім қандай күшті болып шықты. Гүлің қандай күшті, жарайсың. Ал мен машина салдым. Ай, сол ма? Ал мен болсам өзімді салдым. Қараңдаршы, қандай әдемімін. Өте әдемісің. Тағы қандай сурет салсам екен? Сәлем балалар, тездетіп менімен жүріңдерші. Мен қызық суреттер тауып алдым, олар тасқа салынған. Тасқа? Міне керемет. Тасқа да сурет салуға бола ма? Менімен жүріңдерші, өздерің көресіңдер ғой. Мәссаған, расымен де тасқа салынған екен. Таңғалатындай. Қызық, оларды кім салған екен? Білмеймін, жай келе жатып көріп қалдым. Қасымда ешкімде болған жоқ. Мынаны қараңдар, маған ұқсайтын сияқты. Мынау маған ұқсайды екен. Ал мынау тура мен ғой. Бұл қызық екен. Бізді кім салып қойған? Ұлудан сұрап көрейікші. Мүмкін ол білетін шығар. Дұрыс айтасың, тамаша ой екен. Ендеше босқа тұрмайық, алға. Алло. Балалар, тынышталыңдар. Не болды? Сәлеметсіз бе? Сіздің көмегіңіз керек болып тұр. Ал, айта қойыңдар. Қолымнан келгенін жасайын. Біз тасқа салынған қызық суреттерді тауып алдық. Оларды кімдер салды екен? Сіз білесіз бе? Білемін. Ол петроглифтер. Петроглифтер ол өте ертеде салынған суреттер. Оларды бұрынғы заманда көшпенділер тасқа қашап салып кеткен. Саған, олар сіз сияқты үлкен бе? Жоқ, менен де үлкен. Оларға қаншама 100 жыл, тіпті мыңдаған жылдар болған. Міне керемет, сонда бұрын салынған ба? Иә, оларды қай жерден көрдіңдер? Әне, ана жерден. Жүріңдер, суреттерді маған да көрсетіңдерші. Иә, бәрі де түсінікті. Бұл жерде не салынған? Біз ештеңе түсіне алмадық. Олар бізге ұқсайтын сияқты. Бұл 12 жылда бір келетін, мүшел деп аталатын ежелгі қазақ халқының жануарлар бейнеленген күнтізбесі. Неге бұл кезең жануарлармен аталады? Бұл кезеңнің әрбір жылы сол жылдың қорғаушысы болып келетін жануардың атымен аталады. Міне, сол үшін. Ол қандай жануар? Міне, қараңдаршы. Тышқан, сиыр. Сауқан, қарашы, мынау сен емес пе? Иә, мынау мен ғой. Мәссаған. Менше, мен бар мекем? Қазір көрейік. Барыс, қоян, ұлу. Мәссаған, ұлу, сізде барсыз ба? Иә, мен де бармын. Тағы бұл жерде жылан, жылқы, қой да бар. Қараңдар, мен де бармын. Мынау керемет қой. Менше, мен қайдамын? Шыдай тұрыңдар. Қазір бәрін білесіңдер. Міне, мешін, тауық. Тауық, алақай. Ит. Әйтеуір жеттік пе? Мен де бар екенмін ғой. Шеңберді тұйықтайтын доңыз. Барлығы 12 жануар. Мен санап шықтым. Дұрыс, жануарлар қасиетті болып саналған. Сол үшін өздерінің жаратылысын сол жануарлармен байланыстырған. Оларды құрметтеген, қорғаған. Жылдың 6-ы
үй жануары, алтауы түз тағысы. Аңыз бойынша осы 12 жануар жыл атына ие болуға таласқан. Сонда тышқан тұрып, дауласатын дәнеңе жоқ. Таңертең бәрімізді ерте тұрып, шығып келе жатқан күннің шығуын күтейік. Сонда алдымен көргеніміз бірінші жылды, одан соңырақ көргеніміз екінші жылды, солай өз кезегімізбен аламыз деп ұсыныс жасаған. Бұған келіскен жануарлар демалып жатқанда, тышқан еппен түйенің басына шығып алады. Ол күнді бәрінен бұрын көріп, жыл басы болған. Осылайша түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты. Қалай қызық! Керемет! Менің жылым! Ұлы, рахмет сізге! Бұл өте қызықты екен. Оқасы жоқ. Біліп жүргендерің артық болмайды. Мен айтудан жалықпаймын. Міне, суретін салып болдым. Бұл менің жылым. Ескі күнтізбедегі жыл иесі ит. Неге ол сенікі? Себебі мен ит жылы туылдым. Түсіндім. Мен де салдым. Қайсы көрсетші? Міне өгіз. Мен сиыр жылы туылғанмын. Ал мен қой жылы туылғанмын. Қойдың суретін салдым. Міне, қараңдаршы. Әдемі салыпсың. Балапан, сенше қандай сурет салдың? Қалай ойлайсыңдар? Тауық көріңдерші. Сен тауық жылы тудың, яғни сен тауықтың суретін салдың ғой. Жоқ, мен өзімді салдым. Мен сондай әдемімін ғой. Бәріміз білім қуамыз, жазу жазып оқимыз.